Неге сіз өзіңізді жалпы төмен санап жүресіз, өзіңізді салыстырасыз? Мен сізге қазір айтып беретін боламын. Алдымен тіркеліп алыңыздар, кейін комментарий қалдырып кетіңіздер міндетті түрде. Жалпы біз неге өзімізді төмен санаймыз, біреумен салыстырамыз? Ұяламын, қысыламын, ойымды ашық айта алмаймын, киетін киімді өзім қалауымша кие алмаймын, сөйлей алмаймын, бара алмаймын, жүре алмаймын. Өте тыйымдар көп. Қазір іштеріңізден мақұлдап отыруларыңыз да мүмкін. Бірақ сіз мына нәрсеге мән беріңізші. Например, біз кішкентай кезімізде бізге бала кезден құлағымызға құяды қандай сөздерді ұят болады, қыздарға ашық-шашық киінуге болмайды, күлуге болмайды, қарқылдап. Сондай көп кішкентай бала кезден естіп келе жатқан нәрсені біз дұрыс деп қабылдаймыз. Мектепке 10-11 сыныптарда өзіміздің класстастарымызбен салыстырамыз. Оның дене бітімін, сөйлеген сөзін, іс-әрекетін, қимылын, даже өзіңнің ата-аналарыңмен салыстырасың. Олар бай тұрады, мен орташа тұрамын, ол да бар, менде жоқ деген сияқты. Одан бөлек сіз жұмысқа орналасасыз, өзіңіздің әріптестеріңіз бар, олардың сөйлегені, жұмысы, онымен салыстырасыз, өзіңізді төмендетесіз. Мен дұрыс айта алмаймын, ойымды жеткізе алмаймын, менің жұмысым дұрыс емес, біреу менен бір зат сұраса мен оны бере алмай қалам, немесе беремін, кейін өкінемін деген сияқты түрлі өзіңізді салыстыра беру өте көп. Енді сіз тұрмысқа шыққан болуыңыз мүмкін, тұрмысқа шықпаған болуыңыз мүмкін. Ол жерде де сіздің айналаңыздағы адамдардың сөздері сізді төменгі дәрежеге түскізе береді. Бірақ сізде выбор бар. Сіз өзіңізді шынайы танып алатын болсаңыз, өзіңіздің шынайы қандай қалауларыңыз бар, сіз қандай адамнан тұрасыз, сіздің ішіңізде қандай алапат қасиеттер бар екенін білетін болсаңыз, мінездеріңіздің кемтік жақтарында плюс-минусы деп айтады, сол жақтарын білетін болатын болсаңыз, сіз өзіңізді ешкіммен салыстырмайсыз және төмендетпейсіз. Сондықтан осы нәрсеге назар аударыңыздар. Сіз өзіңізді біреумен салыстырған сайын іштен өзіңіз мида айландыра беріп, мен сондаймын, ондаймын, бүйтемін деген сайын сіз өзіңізге солай төмендете бересіз. Сіз өзіңізді жақсы тануға, өзіңіздің қасиеттеріңізді, мінездеріңізді тануға күш жұмсасаңыз, результатын көресіз.